Егер шайтан саған бір нәрсе берсе, сен не берер едің? Бұл жігіт бір ғана қолтаңба қойды. Содан кейін қайтып оралмады. Түнгі 03:33-те естілген дауыс оның өмірін біржолата өзгертті. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Адам баласы кейде тағдырға қарсы шығамын деп өз жанын саудалауға дайын екенін байқамай қалады. Арман да сондай еді. Арман 30-ға енді толған, өмірден түңілген жігіт. Ақшасы жоқ, жұмысы жоқ, достары алыстап кеткен, әкесі қайтыс болған, анасы ауырып қалған. Күн сайын бірдей түндер, бірдей ойлар. Сол түніде ол ұйықтай алмады. Терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Сағат 03:33-ті көрсетіп тұрды. Кенет бөлме ішін суық жел шарпыды. Бұл не? Деп Арман орнынан тұрды. Айна жақтан сыбдыр естілді. Айна бетінде бір сәтке бөтен көлеңке қозғалды. Арман жақындап қараған сәтте айнадан өзіне ұқсамайтын біреу қарап тұрды. Көзі қараңғы, күлкісі мұздай. Арман, сенің тілегің бар, деді әлгі дауыс. Кімсің сен? Деді ол дауысы дірілдеп. Мен сен іздеген жауаппын. Мен Елсіммін. Бөлме қараңғылап кетті. Шам өшті. Терезе өздігінен жабылды. Ал Арманның алдында ұзын бойлы адам бейнесіндегі бірдеңе тұр. Мен саған бәрін беремін, деді ол жай ғана. Ақша, билік, бедел, аурудан құтқару. Бағасы қандай деп сұрады Арман. Көлеңке жымиды. Ұсақ нәрсе, жаның. Бірақ кейін үстел үстінде кенеттен ескі кітап пайда болды. Терісі қап-қара, беттері қан сияқты қызыл. Қолыңа пышақты ал, қолтаңбаңды қой. Мен ойлануым керек. Таң атпай шеш, әйтпесе бәрі осылай қала береді. Арман анасының жөтелін есіне алды. Қарыздарды, қорлықты, жалғыздықты. Қолын кесті, қан тамды, қағазға аты жазылды. Сол сәтте бөлме тынышталып қалды. Келісім қабылданды, деді шайтан. Келесі күні Арман оянғанда бәрі өзгерген еді. Телефоны тынымсыз шырылдайды. Жұмыс ұсыныстары, ақша, тіпті анасының жағдайы жақсарғанын айтқан дәрігердің қоңырауы. Бір айда Арман байыды. Қымбат көлік, үлкен үй, адамдар оны сыйлай бастады. Бірақ түнде ол бір дыбысты еститін болды. Айнада көлеңке қайта пайда болды. Бірақ енді ол жақынырақ еді. Уақыт жүріп жатыр. Арман, деді дауыс. Бірақ мен әлі тірімін ғой. Келісімде мерзім жоқ, тек сәт бар. Арман өзгере бастады. Ол адамдарды пайдаланатын болды. Өтірік айту оңайға айналды. Мейірім жоғалды. Анасы бір күні, балам, көзіңде жарық жоқ, деді. Сол түні Арман алғаш рет түсінде өлді. Өзін қараңғы шұңқырға құлап бара жатқанын көрді. Төменде мыңдаған жан айқайлап жатты. Бәрі де келісім жасағандар, деді таныс дауыс. Ол шошып оянды. Сағат 03:33. Қабырғада қызыл әріптермен жазу тұрды. Уақыттың таусылып келеді. Арман молдаға барды. Дұға оқытты. Шіркеуге де кірді. Бірақ көлеңке әрдайым артынан ерді. Айнада, көліктің әйнегінде, судағы бейнесінде. Мен бас тартамын, аламын бәрін, деп айқайлады ол бір түні. Кеш, деді шайтан. Сен қолтаңба қойдың. Тағы бір мүмкіндік бер. Беремін. Орнына бір жан тап. Арман қатып қалды. Сен сияқты біреу үмітсіз.
Арман бірнеше күн ұйықтамады. Көшеде жүрген адамдарға қарады. Кім әлсіз, кім сынса дайын. Бір кеште ол бір жас жігітті көрді. Жалғыз жылап отыр. Арман жақындады. Бірақ сол сәтте анасының дауысы есіне түсті. Адам болып қал, балам. Арман артқа шегінді. Жоқ, деді ол сыбырлап. Сол түні шайтан келді. Таңдауыңды жасадың. Еден жарылып, қараңғылық ашылды. Енді сенің уақытың. Келесі күні Арман жоқ болып кетті. Үйі бос, телефоны үнсіз. Айна алдында тек бір жазу қалды. Шайтанмен келісім тілекті емес, адамды орындайды. Ал түн ортасында сағат 03:33-те біреу сыбырлайды. Келісім жасайық па? Егер видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.